Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осы Покер Дом сайтында бір ойын таңдап, сол ойынды бірге ойнайтын боламыз. Бірақ тек қана ойнамай, мен сіздерге сол ойында бір стратегия, былайша айтқанда тактика көрсетіп өтетін боламын. Бірақ оның алдында ең басында осы экранда көріп отқан промокодты қолданасыздар. Ол промокод қолдану үшін осы видеоның астындағы ссылкаға басып, осы сайтқа өтесіздер. Енді қараңыздар достар, сайт ашылғанда бізде осы главный экранда мына жерде поиск болады. Сол поискқа бүгін сіздермен мысалы краш ойынын қарастырып өтеміз. Өйстіп краш деп жазамыз А әрпі арқылы. Енді қараңыздар, міне осы ойынға кіреміз. Енді қараңыздар, тактиканың былайша айтқанда біз қолданатын стратегия қалай жұмыс жасайды. Біз мысалы бір сумманы таңдайық өзіміз үшін. Мысалы 3000 теңге. Осы 3000 теңгемен ойнайтын боламыз достар. Бұл жерде қалай? Ұтылған жағдайда, мысалы қазір ставка қоямыз. Ұтылған жағдайда біз сумманы екі еселейміз. То есть 6000 теңге келесі раундқа. Біз қазір қойып көрсетейін. Міне 3000 теңге ставка қойдық. Міне біздің суммамыз мына жерде көрсетілген. Қазіргі сәтте ставка қойып тұрмыз, 158 мың болған. Енді қараңыздар, бұл қазір біз ұтқан жағдайда ставканы өзгертпейміз. Міне ұтып тұрмыз достар, плюс 6000 теңге. Біз ставкаға тиіспейміз. Автовывод 2х-қа қалай қойдық, ол солай тұра береді. Бірақ біз 3000 теңге келесі раундқа қоямыз. Ұтылған жағдайда біз 2 еселейміз. Так, қазір сіздерге бір көрсетіп өтейін. Міне ұтылып тұрмыз достар. Мына жерде ставка қойған жердің қасында мынандай удобный кнопкалар бар өзінің. Осы жерге 2 кістімізді 6000 теңге ставкамызды қоямыз. Ал енді сіздермен бірге тек қана осы 2-ге дейін жеткенін күтіп отыратын боламыз. Міне өте жақсы достар, 12000 теңге көтеріп тұрмыз. Так, енді 2-ге бөлеміз. Ұтқан жағдайда 3000 теңгеге қайтып оралатын боламыз, каждый раз. Ұттыңыз ба? 3000 теңгеге ораласыздар. Так, міне ұтылған жағдайда тек қана 2 еселейтін боламыз. Міне 2х-ті бастық, өзі 6000 теңге деп жазып тұр. Сразу ставкамызды қоямыз. Так, енді күтетін боламыз тек қана. Бұл жерде 2-ге жете ме екен деген. Так, міне достар жетіп тұр. 12000 теңге тағы да көтеріп тұрмыз. Сразу 2-ге бөлеміз де 3000 теңге ставкамызды қайтадан қоямыз. Ойынның басында бізде 155 мың болған достар. Қазіргі сәтте 164 мыңға дейін көтердік осы стратегияны қолданып. Так, мынау да жетіп тұр, достар. Тағы да 3000 теңге ставкамен көтеріп отырмыз. 170 мыңға дейін келдік достар. Бірақ біз ұттық қазір. Сол үшін ставкамызды өзгертпейміз. 3000 теңгені тағы да қоятын боламыз. Так. Мынау жетпей қалды енді. Значит, не істейміз? Ставкамызды 3000 теңгемізді 2 еселеп, келесі раундқа біз 6000 теңге ставка қойдық. Бірақ ең бастысы осы жерде автовыводқа тиіспеу. Ол қалай тұрды, солай тұра береді. Міне мына жерде сразу құлап тұр самолет. Значит, біз 6000 теңгені тағы 2 еселеп, ставкамызды қоямыз достар. Ал, енді бұдан қандай нәтиже шығады екен? 2-ге дейін жете ме екен осы жолы? Так, әнекей достар, жетіп тұр. Ойын басында айта кетейін, 155 мың болған, қазіргі сәтте 173 мың теңгеге дейін жеттік. Енді біз осы раундта алып отырмыз, былайша айтқанда 2-ге дейін жетті, значит 2-ге бөліп қоямыз алдын ала. Так, осыға дейін 2 рет 2-ге дейін жетпеді, осы жолы жетеді деген үміттемін. Яғни өте жақсы. 24 мың теңге үстінен қосылып тұр. Біз ставкамызды 3000 теңгеге қайттан оралтамыз. Қазіргі сәтте біздің суммамыз 179 мыңға дейін көтеріліп тұр. Келесі раундқа ставканы жасап қойсақ болады. Бұл енді раунд басталғанда келесі уже автоматты түрде ставкамыз тұратындай. Дәл осылай қолдансаңыздар болады. Бұл жерде достар, мен айтып тұрған осы тек қана 3000 теңгені қоюдың қажеті жоқ, өзіңіздің қаражатыңызға қарай. Мысалы, 5000 теңгемен ойнап көрсеңіз болады начальный ставка деп. 1000 теңгемен де. Ол өзіңіздің таңдауыңыз. Мен қазір просто 3000-мен осы ойында әлі ойнап көрмедім, сол үшін көрейін деп, осы видео обзор үшін қарастырып отырмын. Так, мынау 2-ге жетпей қалды, сәл жетпеді бізге. Біз 2 еселейміз ставкамызды, 6000 теңгені көтерейік, тағы да қояйық. Так. Осы жолы жетеді екен.
мына жерде так 2-ге жетіп тұр достар. 182 мың теңгеге дейін көтердік. Ойынның басында айтып өтетіндей 158 мың болған. Ал келесі раундқа біз 1-2 раунд жіберіп алдық, бірақ біз 3 мың теңгеден бастаймыз достар. 3 мың теңгеден міне сумма өзгеріссіз 179 мың. 182-ге дейін көтердік. 155-тен өте жақсы нәтиже деп ойлаймын. Ай-ай-ай, сәл-сәл жетпей қалды мына жерде. Бірақ біз ойланбай 2-ге көбейтіп 6000 теңге ставкамызды қоямыз келесі раундқа. Осы да 2-ге жетеді деген үмітпен. Ал жетеді ме екен? Так. Я жетіп тұр достар. Плюс 12 мыңға шықтық. Өте жақсы келе жатырмыз. Бірақ ұтқан жағдайда айтып өткендей біз ставкамызды көбейтпей, наоборот 3000 теңгеден қайтаратын боламыз. Так. 3000 теңгемен ұтып тұрсақ, 3000 теңге өзгеріссіз қалады. Ал мына жерде мынауды 2-ге жететін болсақ, өте жақсы. 188 мыңға дейін апардық достар. Енді біз ұтып тұрмыз, сол үшін өзгеріссіз осы 3000 теңгені ставкаға қоямыз. Міне ставканы қойдық. Келесі раундта тек қана бақылап отырсақ болады. 2-ге жетеді ме екен осы жолы. Так, мына жолы 10-ға дейін барды, өте жақсы коэффициент. Ұстап алған адамдарға өте сәтті деп ойлаймын. Ал 3000 теңге ставкамыз. Осы жолы жетсе, білмеймін, өте жақсы келеді. Жолы сразу құлап тұр бірде. Значит, біз не істейміз? 2 еселейміз, ставкамызды қоямыз. Так, бұл да ойын басында. Вау. 12 мың теңгеге апарамыз достар. 12 мың теңге ставкамызды қойдық. Так, осы жолы жете ме екен енді? Мен жетеді деген үміттен өте жақсы ставка қойдық. Сия достар, 24 мың теңге. 191 мыңға дейін апарып тұрмыз. Ойын басында айтып өтейін, тағы да 155 мың болған. Біз 3 мың теңге ставкаға ораламыз, себебі өткен раундта ұтып тұрмыз. Так, ал ставкамызды қойдық. Ал 48 мыңды қойық достар, олай болған жағдайда. Бұл неге кеселетіп көреміз? Барам екен, екеде. Так. Өте жақсы достар, өте жақсы. Өзіміздің суммамызды былайша айтқанда қайтарып алдық. Бана 191 мың болған бізде максимально. Қазіргі сәтте 194 мыңға дейін көтердік. Өте жақсы достар. Енді келесі раундқа қайтадан 3 мың теңгеден бастап, өзіміз аздап ставкамызды қоямыз. Так, өте сәтті шықты деп ойлаймын, жаңа 48 мың ставкасы. Өте сәтті болды. Так, ал 3 мың теңгемен ойнап көреміз, сразу тоқтырмыз. Так, тағы да 2 еселеп көрейік. Бағана сәл-сәл қалды, 2 раунд бойы кішкене ғана жетпей тұр. Міне тағы да ұтып 2-ге жетті. 197 мың теңге достар. Ұтысымызды бағанағыдан асырдық. Бағана 193 мың болған бізде максимально. Қазір 197 мың. Былайша айтқандай, стратегия жұмыс істеп тұр, өздеріңіздің көріп отқандарыңыздай. 3 мың теңгеге ораламыз, өткен ұтыстан кейін сразу ұтып тұрмыз бұл жерде. Ал достар, міне көріп отқандай, осы біздің стратегиямыз осылай жұмыс жасап тұр. Сіздердің көздеріңізше, қазір бізде мына жерде жазылып тұрған начальный сумма 155 мың болған. Қазіргі сәтте біз максимально былайша айтқандай 197 мың теңгеге көтердік. Өте жақсы результат достар, жақсы нәтиже. Осылай қолдансаңыздар болады, және де тағы да қайталап айтып өтейін. Бұл жерде маңызды емес, сіз 3 мың теңге қоясыз ба, 10 мың, 5 мың, 2 мың теңге қоясыз ба, ол өзіңіздің таңдауыңыз. Өзіңіздің қандай суммаға ойнағыңыз келеді, сол сумманы ставкаға қоясыздар. Бірақ ең бастысы, ұтылған жағдайда 2 еселейсіздер, ұтқан жағдайда ставка өзгеріссіз қалады. Және автовыводты 2x-қа дейін қойып қоясыздар. Тағы да айтып өтетін мәселе, бағанағы видеоның басындағы промокодты осы сайтқа кіріп қолдана аласыздар. Ал ол сайтты біздің осы видеоның астындағы ссылкаға немесе сілтемеге басып, осы сайтқа прямой өте аласыздар. Ал енді достар, бәріңізге сәттілік, осы ойынды дұрыс түсіндірді деген үміттемін. Осы ойынға ставка қойсаңыздар, сіздерге тек қана сәттілік тілеймін. Бәріңізге сау болыңыздар.